Сәлем достар, сіздерге өмірде болған және әсерлі оқиғаны айтқым келіп тұр. Сондықтан да лайк басып колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Ал біз бастадық. Бұл жағдай Кенияның астанасы Найроби деген қаласында болған еді. Бұл баланы кім көрсе де ұрлықшы, көшенің қайшысы деп те ойлайды. Иә, ол көшеде жол бойы машиналардан қайыр тілейтін бала еді. Ата-анасы да жоқ болатын. Баланың есімі Джон. Бір күні жолдағы кептелісте тұрған машиналардан қайыр тілеп жүрген Джон машинада отырған егде әйелге тесіліп қарайды. Және оның есімі Глэдис Команде еді. Әлгі әйел өкпенің ең асқынған түріне шалдыққан болатын. Оттегі беретін шағын қосымша аппаратпен отырғанын көрген Джон оның не екенін барып қызықтай қарайды. Глэдис болса өзінің ауру тарихын балаға бүге-шігесіне дейін айтып береді. Оны үнсіз тыңдаған бала жылап жібереді. Сол кездегі оның қал-жағдайы өзінің көшедегі өмірінен де ең қиын адамдар бар екенін түсінгендей сәтте болған еді. Сондағы Джон көз жасын тоқтата алмаған бала қасындағы ауру әйелдің қолын ұстап, Құдайдан оның жазылуын сұрайды және өзінің барлық жиған тергенін әйелге қолына ұстатып жібереді. Осы жағдайды көрген кездейсоқ адамдар оны әлеуметтік желіге жариялайды. Нәтижесінде әлеуметтік желіде мыңдаған адамдардың жүрегіне сезімді оятады. Небәрі 4 күннің ішінде 3 миллион шиллинг немесе 30 мың ақш долларын жиналады. Осы ақшаға Глэдис өзі барып Үндістанға емделіп келген соң, алдындағы көшедегі қайыр тілеп жүрген Джонды асырап алады. Кейін мектепке қабылданған Джонның өмірі түбегейлі өзгереді. Қазірдің күнінде оның үйі және анасы бар. Қайыршы болса да, бұл баланың әрекеті адамзат үшін ақша мен байлықтан да жоғары тұратын шын пейіл мен ақ көңілдік бәрінен де қымбат екенін айқындаған еді. Сонда деймін, бұл қаршадай баланың әлгі әйелге жан күйін естіп, жаны сыздағанын айтамын да. Басқа ойын баласы болса, жай ғана тыңдап қана қоймай, артынша ойнап кетер ме еді? Ғажап дерсің. Осындай мейірімділікті көріп, жақсы адамдар бар екенін сезінгендеймін. Ал сау болыңыздар.